Украинаның солтүстік шығысында Ресейдің соққысынан кем дегенде 10 адам қаза тапты. Өткені Мәскеу түнде көрші елге 147 дрон ұшырды. Сейсенбіде жергілікті губернатордың айтуынша Харьков облысының солтүстік шығысындағы Печенеге ауылына түскен ресейлік зымыран 10 адамның өмірін қиып, 8 адамды жарақаттаған. Ол сөзін толықтырып, соққының үйлер мен дүкендерге тигенін айтты. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, шілде айында қаза тапқан 437 украиналық бейбіт тұрғынның саны 2025 жылдың осы айымен салыстырғанда 70%-ға жоғары. Сейсенбі күні түстен кейін Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига мен оның бельгиялық әріптесі Максим Приво әуе дабылының сиренасы салдарынан эвакуациялануға мәжбүр боп, келіссөздерді жер асты баспанада өткізді. Сонымен бірге түнде Мәскеу облысына қарай бағытталған соққыдан барлығы 620 дрон ұшып өтті. Ең үлкен зақым Павловский Посад ауданында болды деп хабарлады Ресей шенеуніктері. Сондай-ақ олар бірнеше адамның жарақат алып, ғимараттарға зақым келгенін хабарлады. Украинаның қарулы күштері хабарлағандай, Украинаның қорғаныс күштері де Ресейдің бірқатар әскери нысандарына, соның ішінде оқ-дәрі қоймасы мен жердегі басқару станцияларына соққы берді.